Сәлем баршаңызға. Бүгін өте дәмді және кез келген дастарханның сәнін келтіретін екі түрлі рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менің каналымда басқа да тағамдардың рецептілері бар. Лайк басып, комментария қалдырыңыздар. 600 грамм сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Табамызға сұйық майымызды құйып, сәбізімізді салып, жай отта қақпағын жауып, қуырып аламыз. Түбі жабысып қалмауы үшін арасында араластырып тұрыңыздар. 5 жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Жұмыртқамыздың ағын аппақ болғанша миксерлеп аламыз. Қуырып алған сәбізімізге жұмыртқаның сарысын салып, тұз салып, бұрыш салып араластырып аламыз. Миксерлеп алған ақуызымызды лопатканың көмегімен салып, астынан үстіне қарай араластырып аламыз. Араластырып алған сәбізімізді противенге пергамент қағазын төсеп, бір келкі алып жайып аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Бір пучок укропты, яғни аскөкті ұсақтап турап аламыз. 300 грамм творожный сырға салып араластырып аламыз. Пищевой пленкамызды төсеп, оның үстіне піскен бисквитімізді қойып, пергамент қағаздан ажыратып алып, үстіне творожный сырымызды видеода көрсетілгендей етіп жайып аламыз. Пищевой пленканың көмегімен рулетімізді орап аламыз. Дайын болған рулетімізді 3-4 сағатқа немесе бір түнге шовын астына қаратып қоямыз. Қызылшадан рулет жасайтын боламыз. 250 грамм қызылшаны үккіштен өткізіп аламыз. 3 жұмыртқамызды ағы мен сарысын ажыратып, сарысын қызылшамызға саламыз. 1 шай қасық тұз саламыз, 1 ас қасық сұйық май салып, барлығын араластырып, 40 грамм крахмал, 40 грамм ұн және 1 шай қасық сахарный пудра салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыздың ағын аппақ болғанша миксерлеп аламыз. 2-3 бөлікке бөліп сала отырып араластырып аламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, қызылшамызды салып, бір келкі қылып жайып аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. 1 пучок укропты ұсақтап турап аламыз. 300 грамм творожный сырға салып араластырып аламыз. Пищевой пленкамызды төсеп, оның үстіне бисквитімізді қойып, пергамент қағазынан ажыратып аламыз. Оның үстіне творожный сырымызды жағып шығамыз. Алдын ала тазаланған селедкамызды салып, пищевой пленканың көмегімен рулетімізді орап аламыз. Холодильникке 3-4 сағатқа немесе бір түнге шовын астына қаратып қойып қоямыз. Рулетіміз дайын болды. Өте дәмді және өте әдемі болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес берем. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менің каналымда алдағы уақытта түрлі рецептілермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Салима.